Баршаға сәлем достар. Бүгін сіздермен ақ ірімшік, яғни брынзаның рецептісімен бөлісемін. Дәмі өте керемет, тек қана 2 заттан жасалынады. Бұны бір рет жасасаңыздар, дүкеннен сатып алмайтын боласыздар. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кастрөлге сүтімізді құямыз. Дүкеннің сүті жарамай, тек қана үйдің сүті болуы керек. Газге қайнағанша астын ең жоғарғы отқа қоямыз. Енді қайнап келе жатқанда 9%-лық уксустың 2 ас қасығын саламыз. Салысымен сүтіміз іріп бастайды. Егер сіздерде 9%-лы уксус болмаса, 70%-лы уксусты қалай 9%-ға айналдыру жайлы мен төменге описанияға қалдырамын. Мінекей біздің сүтіміз жайлап іріп бастап жатыр. Осылай орташа отта қайнатамыз, сары суы бөлінгенше. Біздің сүтіміз 10 минуттай қайнады, сары суы толық бөлініп шықты. Осылай мөп-мөлдір болу керек. Енді сүзіп аламыз. Сары суын құйып алатын ыдыстың үстіне сүзгіні қойып, оның үстіне таза ақ дәкені қоямыз. Сонда қалдықтар астына қарай өтіп кетпейді. Ірімшіктің бәрін толық салып болғаннан кейін 1-2 минут сары суы сырғығанша қойып қоямыз. Біздің сары судың барлығы бөлініп шықты. Енді менде осындай форма бар. Сол форманың ішіне салып, үстін басып, үстіне ауыр зат қоямыз. Мен 1 литрлік банкіге су толтырып қойдым. Осылай кемінде 2-3 сағат үсті басылы тұру керек. 3 сағаттан кейін енді ірімшіктің таза салмағын өлшеміз. Таза салмағы 215 грамм шықты. Енді ірімшігімізді кесіп көреміз. Өте жұмсақ болып кесіледі. Дәмі де өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мен ірімшік қайнап жатқан кезде ішіне тұз қосқан жоқпын. Жаңа бөлінген сары суды ыдысқа қойып, үстіне ірімшігімізді салып, 1,5 шай қасық тұз салдым. Сонда ірімшік кеуіп кетпейді, әрі тұзды өз бойына керегінше сіңіріп алады. Енді осылай бетін жауып, тоңазытқышта сақтауға болады. Видео пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, пікір қалдырып, үліпіл басуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.